Yaratушыңға бұл етер дұғаларың тастама, жүрегіңді ластама, күмәнсіз бастама. Қой сөйлеп отыр, құрметті тұрғындар. Екінші ой келіп тұр, Әлібек деген кісіміздің атынан. Датчыда тұратын Әлібек дейтін кісі екінші ойда келіп тұр. Өзінің атынан осы жерге құрбан шалуға беріп жатыр. Қабыл болсын Әліке, рахмет. Ораза айттың дұғасы қабыл болсын. Амин. Сәлематсыздар ма? Тұран Елжан каналының көрермендері. Бүгін видеомыздың жалғасын түсіріп жүрмін. Жайықтың басына келдім. 10 сәуір 24 жыл. Мына апаларымыз, ауыл тұрғындарымыз, бәріміз бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Мына кішкентай балаларға шейін бар. Күрек ұстаған апаларымыз, аналарымыз бар. Ең танымал, ерекшеміз, ортамызда жүрген, белсенді жүрген адамдарымыз. Еліміз үшін, жеріміз үшін кішкентай ғана жасаған еңбегіміз бәрін қорғап қалар деген үміттеміз. Өйде талымнан 5-тен шыққан баламызбен нешін жүрміз. Бала шаға осының бәрі балдардың еңбектері қаптап жатыр мына жерде. Ауылдың келіншектері бәрінде бір балдар 4-5 балдары бар, тастап бәрін келіп жатыр. Оның болсын. Рахмет көп-көп. Күш берсін. Менің атым Кеңесқали. Осы мына көктем тұрғыны 11-ші көшеде тұрамын. Мына су келеді деген хабардан бері бүкіл көктем тұрғындары, ер адам, балашаға, әйел адам бәрі осы су тасқынына бөгет соғуға жағада жүр. Күні-түні. Күндіз біреу, түнде біреу. Сол жағада осыны руководить етіп жүрген мына Фарқат, Азамат, Асқар деген азаматтар көбі. Қазірдің өзінде көбі ұйқы жоқ. Суткімен де жүр осының басында. Басқарып, қолдап бәрін. АЭС компаниясына көп-көп рахмет айтамыз. Осы КАМАЗ, мына трактор айдап жүрген азаматтар бәрі құлшынып біздерге өте көп үлкен көмек көрсетіп жатыр. Тамақ жағын халық бүгін мына ораза айтымыз ғой. Одан бұрында халықтар қой әкеліп, садақасын беріп, тамақ кім қолынан келеді, кімнің жағдайы бар, солар әкеліп айту, күрішін пісіріп, пловын пісіріп айту, көп көмек беріп жатыр. Блогер жігіттер жаңа, оларда да мына айтып кетейін, осы көктемде тұратын Іңкәр деген қарындасымыз Марат қызы бүгін біздерге 250-дей шипір әкеліп көмектесіп жатыр. Оған да Алла разы болсын. Осы арада жүрген бүкіл халыққа Алла қоштасын, тек осы су тасқынына аман қалайық. Бар еліміз, халқымыз. Аға, бүгінгі таңда қандай жұмыстар атқарылды? Бүгін не істедіңіздер? Бүгін мына қазір мына айналаң бәрін түсірсеңіз, оны мен сөзбен көп жеткізе алмаймын. Қолмен жұмыс жасау қазір мына қапшық, шипір қойып жатырмыз. Ана әйел адам бала шағанға дейін, ана қапшық топырақ толтырып жатыр. Мына бір қапшықты бір адам көтере алмайды. 2 адам жүру керек. Жақсы. Енді өздерінің транспорттарын қолданып жатыр. Жаға қарай келіп. Көктем тұрғындарына, ауылдастарыңызға не айтасыз? Көктем тұрғындарының бәріне тек айтатыным осы су тасқынына аман қалайық. Өйтіп жұмылып шығып жатырған, ұмтылып, өздерінің нелерін қолдан келген, қол ұшынан келетіндерін жеткізіп мында. Үйінде 1-2 шипір болғаны, оны да келіп жатыр. Қапшығына келіп жатыр, тамағына келіп жатыр. Алла разы болсын. Оразамыз қабыл болсын, жаңа біткен ораза айтып бүгінгі аман қалайық тек. Құдайдың күніне тап болып жатыр. Бір Алла бізді қорғасын дейін, болды. Жанұяларың аман болсын. Бәріне тек бас ем осы жүрген халыққа. Рахмет аға.
Сау болыңыз. Аман бол. Ту Ақжайық жеті вагон ремонтты депоның атынан шарбақтағы жиналып тұрған шифрлар асбестовый. Количествосы енді 250-ден көптеу болған сияқты. Өздеріңіз санап келістіріп аласыздар. Екіншісі. Көріпсіңдер ғой, қаншама батыр адамдар жүр, аз болсақ та осыны тоқтақтап атық та. Енді кімнің қолы бос, кім көмектесе алады, адам аз болып тұр, қол күші. Соған келетін болса, нұр үстіне нұр ғой енді. Өткізбеуіміз керек, қалай әйткенде бұл, жаумен күресу керек. Типі соғыстың үндемейтін, тілсіз жау деген есебінде. Енді мен бар айтатым сол енді, мен өзім осында жетігім болды бүгін жүргеніме. Тоқтатқым келіп тұр үшін, өзіміздің жерімізді, елімізді қорғауымыз керек қыз ба. Қандай жау болса да. Соғыс болсын, былай тілсіз жау болсын. Адамның біріккен, өзіміздің жағалауы көктем қорғап қалайық. Болашақта әтіреу әдемі болып қалады ғой. Қалған жағдайда. Жібермеу керек осының судың маяғын. Су жібермеу тұрған жоқ. Бізде артымызда басқа бал жоқ, осы бал тек қана. Осы балға көмек беріңізші, бәрін шығып. Жатқаннан пайда жоқ бәрі. Рахмет аға. Сәлематсыздар ма? Қалдеріңіз қалай? Менің есімім Райгүл болады. Таңертең видео салып едім, ютубқа көрдіңіздер ма? Осы көктем тұрғыны боламын. Осы ертеңгі күнде біздің еңбегіміз WhatsApp-тың деңгейінде қалып кетпесін деп, осы бәрін жинақтап жүрмін да видеоны. Рахмет, бір ойларыңыз болса. Жұмысты қойып, маған келіп болсу керек қой, жағаға келу керек бәрі. Көктем тұрғылар, мен соған шақырамын, атсалсындар. Семьямызбен, бала шағаңызбен келіңіздер деймін. Біз әрімізде жұмыста жүріп, сұранып, айтып, ескертіп жүріп. Кешке болса да көктеп шығуыңызды сұраймыз көктем тұрғындарынан. Дальшыдан. Басшыларға айтатынымыз енді мына техникасы болып жатыр. Қолмен жасап жатырмын. Модем 19 ғасыр былайша айтқанда. Өзіміздің ауылымызда бар, оған да оралмай үй жақта жүр. Осы жақтан кетпей, осы бірге болайық деп. Жастар балдармен жұмыс жасап қалған. 9-шы класс балдармен жұмыс жасап. Көп адам жоқ. Жұмысты қойып, әкімшілік жұмысты қойғызу керек қой, бір аптаға демалтып. Осында жұмысқа жүру керек қой. Көптен көптен жұмыс қой. Ал сондай неміз бар. Судан аман қалайық, мал соғып жатыр, қолдан. Топ қапшықпен басқа неміз. Айт мейрам қабыл болсын дейміз ғой. Күш керек қой, күшті әтіңмен беріп, бір адам шаршайды ғой. Көп адам болса ауысып тұрады әйтеуір, шаршамайды. Мұғалімдер осы жаққа жүргенге кісі жоқ, өздері өше дәргеде тұрғасын жасау. Бізге қазіргі таманда қандай көмек қажет? Адам күші керек, болып басқа ешқандай. Техника, тамақ. Осындай мекемелерден кісілер жіберсе, субботник ретінде. Сен біліп жасап. Жоқ кісі. Мекемелерге солай үндеп тастасақ деп ойлаймын. Кеше жаңа студенттермен жұмыстар. Студенттермен жақсы жұмыс жасауға қапталды. Мен мынаны қапталды жасауға жоқ. Қапшық жетіп жатыр ма? Жетеді.
Адам жоқ қой. Келіп жасайтын адам бітіре алмайды. оңай емес. Яғни мынаны да көтеріп топырақ кеп. Фабрика бар, көктемнің балдары бар, жұлдыздың балдары бар. Жан-жақтан келіп жатыр, Новостройкадан келіп жатыр кеше. Кеше біз жұмыста болып өзіміз келе алмадық, бірақ кішкене жұмыс жасаған, бірталай жұмыс жасаған кешегі уақытта. Нарадан енді басшыларымызда Азамат деген балдар бар, осы ауылдың балдары ұйымдастырып. Мына магазиннің иістері бар, апайдың атын ұмытып қалдым. Мүслима апа. Иә, оларға көп бірақ Табақта неден проблема жоқ қой бұл жерде. Тек күш жетпей тұр ғой. Қыздар өздері үйлестіріп жатыр. Әбетті шайдан шақырып жатыр, иә. Аузымыз шырт болсын дейміз ғой самалан. Әлі жасайтын жұмыс каш мына жақта. Жұмыс көп. Барда жоқ дегенде метр жарым қаланы керек қазір. Көтеру керек. Бірінші очередь мана хоба деген үлкен машиналар шақырту керек. Адам күш керек бізге. Тәңіртеңе беріп жүрген адам шаршады мына. Шаршап әлі тұр ол. Ас ауқат бәрі бар ғой, бірақ бір адам деген жасап ауыр заттар ғой, сен жасаватқан. Ауысып жасасақ көп кісі керек қой мына әлі қайда. Адам қалын жетпейді адам. Ар жақтағы адамдар қанша бар екен, бұл жақтағы адамдар ал. Бұл жақта әлі қанша метр, километр жатыр жақта әлі. Иә. Бұл жақта бірталай километр бар ал. Поворот бар, бұрылыс бар. Оған адам саны жоқ, техника жоқ. Мына жерде топырақ бастап көтеріп еді, ода жоқ. Мына балды кеше уровеньмен қарап кетті, көтеру керек дейді. Әлі жоқ техника. 23 метрден келіп тұр. Ал жақта жүр. Миражден келіп көктем тұрғындарының өзі аз береді. Сол осы жаққа біздер жіберді. Кешеден бері осы жақта жүрміз. Берген бағытында. Бірақ кеше студенттер көп болды. Бүгін жүрміз сол. Қайда кетті әлде. Жан жаққа кетіп жатқан шығар. Бірақ та енді осы ауыл тұрғындары шықса да үйде көмек қой. Жоқ дегенде бар ғой ішінде бірталай нәрселер тұр ғой. Жақсы, рахмет көп-көп. Күш көп болсын. Сағындым ағайынды, туышымды, бауырымды. Әр үйге береге, үйіме береге. Сағындым анамның жайын қайнаған мемірде. Сағындым бозымай ол өмір осылай. Аллахым бізге берген нығметі осындай. Я Мұхаммадан, я Расулаллах. Не сұрасам да тек сен бердің Алла. Сенді сұрап бауырым бір Алладан. Жалғыз Алладан, мейірімді Алладан. Бәрі ерікті түрде өшір, азаматшалар. Бешбармағымыз бүгін 3 қой сойдық. Соны халқымызға біздер бәріне осы еліміздің амандығына, басымыздың амандығына сөз жатқан жайымыз бар. Алла қабыл болсын. Айтымыз халқына Топан Сұлтан табиғаттың ашулы мінезіне қатты мектеп беріп жатқан Аллам бәрі оңынан болып еліміз аман болсын. Жұртымыз тыныш болсын. Осы жерде бәрі көпшіліктің арқасында ан жақтан бауырдан шелпектен жібердім. Қабыл болсын. Қабыл болсын, бәріміз енді кейде мал төсекте басы қосылған бір қазақтың балдарымыз міне. Біздің еттерімізді көрдің ғой қандай екенін. Мына жақта етті көрдің бе? Бәрі түсіп жатыр міне. Мал сойып біздің бәрі осы ерікті түрде көктем тұрғындары Аллаға разымыз осы істеп жатқанына. Мына апамыз 61 жасқа толдым деп бір малын осы құрбандыққа шалып, осы көктем тұрғындармен бірге бөлісіп жатыр. 61 жасыңызға асып, денсаулығыңызға Алла шипасын берсін. Жарияламай қояйын. Алла қабілетсіз тек еңбектерің жемісті болып, тек еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын айналайын. Рахмет. Істеген істеріңді Алла рахмет. Мен енді көмегімді бере алмаймын, азғантай тамағымды алып. Алла разы болсын. Көпті кірген көлдей де мынандай сіздің мынандай жылы негіздің өзіне біз дархан жүрегіміз көңіліміз еріп кетіп жатыр. Рахмет. Алла разы болсын. Фильмді шығарғанда осы жігіттер бейбіт күннің батырлары деп осы
жүрген жігіттер, қыздар, өткенде үлкен кісі бар ана жақта жүрген. Bir түнде көрдім сағат таңғы 2-де келіп, баласы бар Айбек деген қасында. Ай балдарым, жыңғыл еш ауыласа біздің шаруақ толып тұр. Отыннан жүріңдерші машиналармен берейін деп. Соның өзі қандай бір үлкен кісі бір. Ана бірінші палатта тұрған жақта. Бәріне де көп-көп рахмет енді. Осы неден аман есен шығайық, Атырау халқы болсын, басқа жер болсын, бәрімізде қазақ халқы аман болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ләйім тек тойда жиналайық. Біз енді кеңес екеуміз бүгін 2 шал сыбанып отырмыз. Ночқа шығайық, жігіттерін поддержка берейік. Қастарында жүрейік останға дейін. Шеріп топпайып тұршы. Аға, сіз келгеніңіз бізге рух береді дейсіз ба? Өмір қаспен көздің қысқарасындай, өмірдің сен үйреттің ақ пен қарасына, үйреткен бар білген жалғыз баласына. Әлде мен айналайын анажан, әлде ұмытпасын әрі бала. Армысыздар, отандастар, армысыңдар, қазақ елі. Төске демалы төсегі басында қосылған табиғи апатқа топан суға қарсы микрорайон көктем тұрғындары бір ауызбен әйелдері мен азаматшалары осы жерге күнімен түнімен 24 сағат бала шағасымен бірге қызмет етіп, таңның атысы күннің батысы жүріп жатырмыз. Соған мен белсенді түрде қарапайым осы көктем тұрғынның адаммын, есімім Мүслима Камиева. Сіздерден сұрарым, отандастар, көрші мемлекеттен осы Атырауда жүрген, өздеріңіздің нәпақаңызды тауып жүрген өзбек азаматтары, қырғыз азаматтары барлығыңызды бізге көмек қолыңыздарыңызды тигізсеңіздер екен, және де кәсіптермен жұмыс жасап жатқан техникасы бар азаматтар бізге келіп техникаларыңызбенен және мына қол күші жетіспей жатыр, соған келіп көмектессеңіздер екен. Менің өтініш осы көктем тұрғын атынан мен барлығыңызға алғыс шексіз. Және бүгінгі таңда біз осы хабарды естігеннен бері осы көктем тұрғындарының барлығына өзімнің сезімімді, өзімнің ықыласымды айтамын. Барлығыңыздың осы жерге жүргендеріңізге бәріңе көп-көп рахмет. Талаптарыңа нұр жаусын, табиғат апатынан аман қалып, той-тойлап қуанышты бұрынғы күнімізде жүруді Алла нәсіп етсін. Және де айтарым, осы кеше ораза тұтқан жандар барлығы бүгінгі күні айт мерекесіне жеттік. Бүгін айт шалып жатырмыз. Міне біз халқымызбен әйел азаматшарды ойладыңыздар ма? Қолдарының бәрі кебіс болып, аяқтарымен, маңдайларымен шөлдеп, осы міне үй жандарын, балаларын бесікке бөлеп кетіп жатқан әйел азаматшаларға, келіндерге рахметіміз ол. Азаматтар міне кәсібімен тауып отырған мына жерде Қайрат пен Әлия бар, өздерінің ағаш үйін құрып бізге қызметін жасап жатыр. Есет деген азамат анасымен бірге келіп бізге техникасымен, погрузчикпен көмектесіп жатыр. Атырауда жүрген, ауылда туған балалардың, семьяларың болса, бірақ осы жерде еңбек етіп жүрген, Атырау жерінде жүрген Қарақалпақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және де басқа өзге бауырлас ұлттар барлығыңыз қол болып осы жерге бізге келіп көмектесіңдерші. Микрорайон көктемге, Сайықтың жағасындағы топан су табиғаттың осы ашу мінезіне қол ұштарыңызды берсеңіздер екен деймін. Және де мына кешегі Ақтөбе Мелы жерінде болып жатқан және Құлсарда болып жатқан жерге біз көмек қолын созып, сіздерге Алла осы қиындықтан шықса екен деп біз барлық жағдайын жасап жатыр. Сол жақта біздің балаларымыз көмектесіп жатыр. Бірақ бізде мына жақта өзіміз туған жеріміздің жүріп жатқан жайымыз бар. Соған енді сіздер аман болсаңыз екен, Құлсар елді мекендегі тұрғылықты халқы аман болыңыздар. Біз сіздермен біргеміз әрқашанда. Ақтөбе Мелы елді мекендегі малдарыңызбен, жандарыңызбен қиын сәтте біз сіздермен біргеміз әрқашан. Сондықтан жерде бауырымыз бүтін, бала шағамыз аман болсын. Төскеде, малы төсекте басы қосылған бүкіл мұсылман қауымына, барлық халқыма, еліме үлкен дұғай сәлем айтам. Аман болайықшы, тыныштық заман болсыншы. Елімізден Алла көмек болып, халқымызды Алла осындай қиындықтан сақтасыншы.
үлкен дұғай сәлем барлықтарыңызға. Рахмет апа. Тыныштық заман болсын. Болашақ ұрпағымыз, балаларымыз аман болсын. Қазақстан еліміз тыныш болсын. Ешқандай бұлт төнбесін. Қанша беліміз ауырса да еліміз аман болып, мына көк аспанда бақытты өмір сүруді Алла бізге нәсіп етсін. Бақытты болайық, көңіл босап кетсін. Ана жиендерім бәрі жылап жүріп, әкесін көргісі келіп, балдарымыз жұмыста. Біздер мында немере тәтті, бала тәтті, бәрі жан-жақта жұмыста. Қызы оғаға, орынға, қыздарға көмек беріп жатыр. Мына жерде біз халқымыз, туған еліміз үшін көмек беріп жатыр. Қаншама еңбек, тыныш болсыншы, Қазақстан тыныш болсыншы. Осы еңбектері еленіп, аяғым әйтеуір аман болса екен әйтеуір. Соның алдын алып жатыр ғой, барынша алдын алып жатыр. Қазақстан елім аман болсын. Тыныштық заман болсын деп, Алла тыныштығын берсін. Көңілім босап кетіп жатыр. Балдарымыз әкесін сағынып жүр. Папа қашан келесіз? Мектеп, мәдениет үйі, Халел Досмұхамедов университеті, сосын Элис рестораны, сосын биолог, жұлдыз 1, жұлдыз 2, жұлдыз 3, айыс мекемелері барлық бізге көмек қолын созып жатыр. Ол да аз. Біздің тұрған жеріміз өте жері некен, өте төмен екен. Қаншама бұлай биік көтерілген жарық жоқ екен бізде. Жазық дала. Бұл деген жағасына бүгін айт күні. Біздер енді көктем тұрғындар атынан және 3 мал садақасын бердік. Мал жан садақасы, жаным арым садақасы деген жаратқан Аллам бүкіл мұсылман қауымның Алладан дұға тілеген тілегі қабыл болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, нанымыз көп болып, бала-шағамыз аман болсын. Жаратқан Аллам осы Қазақстан елінің туы биікте қалықтап, ешқашан төменге түспесін. Мәртебеміз асып, байлығымыз, мұнайымыз тасып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, соған Аллахқа бәрі аман болсын. Бізге де бұлар белсенді түрде бүкіл халықты туын шақыртып, соған енді Райгүл деген біздің көктем тұрғыны. Бұл жерде машиналар бар ма? 425, 304 жолдың бойында. Машиналар бар ма жолдың бойында? Көмек қолына көмектесінші деп. Жоқ, бұл жақта. Саған да көп рахмет. Terk erkek tamam Рахмет көп. Қалдеріңіз қалай? Қайдан келіп жатырсыз? Қалдеріңіз қалай? Күш көп болсын. Сәлеметсіз, ассалаумалейкум. Айт қабыл болсын. Айт қабыл болсын, аха. Микрорайон Нұрсаядан келіп еді. Алла разы болсын, машалла. Отбасымен. Отбасыңызбен ерікті түрде бізге көктем тұрғындарына қол ұшын беруге келіп жатыр екенсің. Алла разылығын берсін. Ау. Рахмет. Үлкенді сыйласаң өте керемет, рахмет. Қандай көмек керек еді? Бізге мына жерден ана жақта міне күрек топырақ салатын ана жақ бетте. Сосын телефондарымды аламын, қазір әбетке шақырамын. Құрметті тұрғындар, бір топ жастар келді. Бегабай клубтан келіп отыр. Nike Run Club дейді. Ал қараңыздар. Керемет мотивация емес пе бұл деген жастар. Бір топ жастар келді бәрі. Қызда, ұлда бәрі. Күрек алып шауып келіп жатыр, Алла разы болсын бәріне дек. 25 адам келді, машаллах. Қыздар, жігіттер, тамаққа кіріңіздер, ема? Далада піскен, отынға, шоққа піскен тамақтан ауыз сүйіп кетіңіздер. Жақтырайын деп жатыр қыздар. Мына столды дайындап кеттік қыздарға. Қазір кешке келетінге қыздар дайындап кетті бәрін түгел. Бәрін жуып, тазалап кетіп жатырмыз міне. Жердің бәрі тазалап тұр. Міне қапсықында. Ал енді мына жастар айналайын. Ішкен ас түске жетпес дейді, ықылас ниет естен кетпес дейді. Міне бүгінгі айт күні сіздер өзіміз ерікті түрде Атыраудың марафоншыларымыз деп, өздеріңіздің уақыттарыңызды бөліп, көктем тұрғындарының жастарына, үлкендеріне рух берген, сендерді дүниеге келген әке мен анадан айналайын. Айттан айтқа аман есен жүрейік. Мына топан судан аман қалайық.
жастарымыз аман болсын, еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Мына қазір сіздерге міне ерікті түрде қызмет етіп жүрген азамат ағаларың мен азаматшалар, біз де сіздер сияқты ерікті өшіріп тұрғылықты халқымыз. Қаншама адам таңертеңнен келгеннен таң сәріден міне қара кешке дейін, түнгі нотшыға дейін біз сіздерменен келген жанның алдына асын беріп, суын беріп қызмет етіп жатырмыз. Міне осындай кезде досыңды жолға шыққанда таны деген қазақтарымның, Қазақстанның ұлы мен қызы, ері мен азаматтарының мықты екенін, біздің ешқандай жау алмайтынын, топан суға, табиғатқа қарсы тұратынымызға сенімдімін. Ішкендерің ас болсын, жегендерің қой болсын, көргендерің той болсын, амандық пен саулыққа, денсаулыққа, байлыққа деп кездесе берейік, жүздесе берейік, тойда кездесейік. Туған жерімді, туған ауылымды, бала шағамды бір етегін қорғап қалам деп жан күн түн демей жұмыс жасап жатыр. Әрбір адам, әрбір азамат тура осылардай болса екен. Жерім деп, туған жерім деп, рухы мықты, соғып жастардан айналайын. Әрбір жас осындай болса екен. Күш көп болсын. Кімдердің атынан келдіңіздер жандарым? Қайдан келдіңіздер? Ама біздер бәріміз жүгіретін аламыз. Соны айтшы, соны не зат екен? Беговой клуб бар. Nike Run Club дейтін жүгіреміз біздер, еріктілеріміз сондай. Сосын осы Атырау қаламызға осындай жаман жаңалық естігенсін. Табиғи апатты естігенсін. Сол үшін күш біріктіріп, жалла ана айналайын. Күшті көрдіңіз ғой, апа? Күшті, молодец, жарайсың. Көрдіңіздер ме? Қазақстанның әрбір азаматшасы, азаматы тура осы жастардай болсын. Қане жастар, алға! Ура! Алға жастар, алға Қазақстан! Камаз керек, апам деген. Керек. Сіздерге керемет чай, тамақ дайындалып жатыр, көкем. Міне, дайындық үстінде, кешкі ужинға қыздар дайындап жатыр. Сыртта сорпа дайын тек. Үстіне сорпа қоямыз да береміз. Көктем тұрғындары осында ер азаматтардың қайран қаласын көз күшіменен міне погрузчикке топырағын тиеп жатыр. Бәлкім бұлардың да шаруасы бар болар. Міне жұмысымыз. Міне шипырды өзінің ерікті түрде шипырларын беріп жатыр біздің көктем тұрғындары. Міне Қайрат деген бала міне машинасымен жүріп міне отындардың бәрін біздерге не керек затымыздың бәрін тауып міне суларына дейін әкеліп. Кім жігіттер келіңдер, мына суды тасимыз ішке. Міне жұмысым жасап жатырғанымыз. Алланың нұры жаусын. Рахмет. Көктем тұрғындары, міне нөмірі 36-шы Нұралем балабақшасынан келіп тұр. Бір топ ұжым, міне аналарымыздан тұрған, қыз-келіншектерден тұрған топ. Апа, сөйлеп жіберіңіз. Енді Алла тағала біздерге тыныштық берсін, сабыр берсін. Амин. Осындай хабарды естіп балабақшаның атынан келіп отырмыз. Рахмет көп, Алла разы болсын. Бұл бізде бірінші рет емес, балабақшаға ел тұсына да кеше көмектесіп, жаңа мешегімізді апарып, күрек, сайман, тамағымызды дайындап апардық. Енді бүгін осы көмек керек дегеннен кейін. Кәсіпкер жігіт келіп жатыр, таныстыра қойыңызшы, өзіңіз кім боласыз? Асылбек, қай жақтан келдіңіз? Аймұратов. Рахмет, Алла разы болсын. Өзіміз көктем емес, тіпті привокзалынан келіп жатыр. Рахмет сіздерге, көп. Береміз. Мұнда келеді, бәрін қоямыз, міне келгеннің бәрін бір ортадан шығарып аттық, міне керемет. Алла қабыл болсын. Қаншама адамдар, міне. Қаншама адамдар. Бекруп компаниясы. 6-шы партия. Жарайсыздар, қыздар. Кеп кішкентай болсаңыздар да, қапшықтың аузını байлайым деген, күректі қолға алған деген біздің ержүрек қайсар қыздарымыз аман болсын. Әрбір қазақтың қызы осы кезінде біздің мәншегімізбен әлиямыздай болған қыздарым аман болсын. Дендеріңе саулық тіледім, айналайын. Кеш жарық, амансыңдар ма, күш көп болсын. Айналайын, жұмыстан шығып, елім, халқым үшін деп шауып келатсыңдар. Бізде ішсі тамақ дайындап, біз тамақ ішіп аламыз ба? Көктем микрорайонға мұнда тағы қапшық келіп жатыр.
Ал, тағы да мына келіп жатыр. Тамақтар. Қыздар қай жақтан келіп жатыр, айтыңдар шеш. Біздер Ақжайық Кеңдік көшесінің көршінің қыздардың атынан келіп жатқан тамақтар. Азғантай ғана көмегіміз. Алла разы болсын, рахмет. Алла разы болсын. Айшақұл тамақ алып келатыр қазанымен бірге. Муслим апа қаймағы бар, салфеткасы бар. Муслим апа мынау Айшақұлдың келіп жатқан тамағы. Күшті бар. Қазанымен бірге. Алла разы болсын. Бір қазан плов келіп жатыр. Міне көрдіңіздер ме? Халқым елім аман болсын. Халқым аман, елім аман болса. Қазақстанымыз Атырау елді мекені. Атырау халқы, көктем тұрғындары, міне көрдіңіздер ме? Міне өзі ерікті түрде милетпенен әлия отбасы өздері ыссы тамақтарын, көжелерін бәрін алып жеткізіп жатыр. Алла істеріңізге әрі кәсібіңізге Алла қайырын берсін. Рахмет сіздерге. Біз көктем тұрғындар атынан рахметімізді айтамыз. Жұмыстарынан келіп, біздің көктем тұрғындары кешке келіп бос жатпай, қолдарына күрегін алып, топырағын алып, ауылым алтын бесігім деп, міне топырақ салып жасатқан жайлары бар. Алланың нұры жаусын. Отбасыларың, бала-шағаларың аман болсын. Рахмет. Тура осылар сияқты біздің көктем тұрғындары күндіз қолдарың бос болмаса, кешке келіп осылай бірін қапшықтың аузын жапсаңыздар, бірін күрек алып салсаңыздар, бір жұмыс бәрі бітер еді. Келіңіздер, мен сіздерді шақырамын. Мында келіп көмектесіңдер жаңаға. Бүкіл халық жұмылып кірісіп, жұмысшыларға тамақтарын әзірлеп үлгеріп әйтеуір жандарын салып жатыр. Осы көктем тұрғындарына жан-жақтан да келіп жатыр. Ақсай, Ақжар, Теңдік бәрінен, қала жақтан Алла разы болсын тек. Бәріңізге тек көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Алла амансың айналайын. Бүгінгі жұма қабыл болсын. Қайдан келіп жатыр? Еттік кім алып келіп жатыр? Осы тұрғынымыз көктем қай көше екенсіздер? 8 бар, 12 бар. Жолдастар ол жинап. Рахмет. Көмек көрсетейін деп. Рахмет. Жұмсап жүрген айтады. Осында қайдан еңбегіміз дейді. Көп түкірген көлдейді айналайын. Тамшыдан көл пайда болады дейді. Халқымнан айналайын, көктем тұрғындарынан айналайын. Осындай мына ерікті түрде мына жасап жатқан адамдардың бәрі жүрген ас ішеді. Соған мен де осы көктем тұрғынның ерікті түрде анасымын, осы халқыма, еліме бір пайдам тие ме деп жүріп жатқан жайым бар. Ішке кіргіземіз. Міне аушаулықта Назира деген анама дейін барлығы міне. Міне көрдіңіздер ме біздің көктем тұрғындары қандай ауыз біршілігі. Шырылдап жүрген мені, Парқат деген мені азаматым айналайын. Рахмет, Алланың нұры жаусын. Микрорайонда Көркемай балабақшасы. Өзіміздің бе, Сол Көркемай балабақшасының ұжымымыз осылай бірлесіп сіздерге ауыр жұмыс жасап жатырған балдарға ысылай пісірген бәліштеріміз бар. Рахмет. Сусындарымен бірге алып келіп жатырмыз. Алланың нұры жаусын. Күші таусылмасын. Рахмет. Балабақшамыздың коллегаларымыз. Сол сіздерге көмек ретінде бір көмегіміз тисін деп. Рахмет. Жұмыстағы адамдарымыз балдарды тәрбиелеп отырмыз. Ата-аналар осы жерде жүр. Біз олардың балдарын тәрбиелеп отырмыз. Жұмыстан шыға алмаймыз. Дұрыс. Сосын осындай бір кішігірім көмегіміз қолымыздан келгені осылай ысылай сіздерге балдарға бәліш пісіріп, жұмыс жасап жатырған Атырауымыздың жайықтың бойындағы жүрген таңертең кешке дейін атсалысып жүрген балдарымызға көмек ретінде бір қол ұшымызды сіздерге тигізіп. Рахмет. Біздің көктем тұрғындары міне мынандай ыссы борщ пісіріп әкеліп жатыр. Әйгерім, саған көп рахмет. Есімің кім сенің? Толқын, маңға толқын күшті пирожки пісіріп жатыр. Мына огонек аджикіні қараңдар, болгарский перцпен салат рагу дей ма? Күшті екен қыздар, мен рахмет. Мен көктем халқым қалындай күшті керемет. Мен ыссы пирожки қазір. Микрорайон көктемге Атырау полициялары келіп жатыр. Қаланың ДПС-тары қол көмекке. Күш көп болсын. Seni
Hadi